Бұл видео брокердің кім екендігі және оның қандай қызмет атқаратындығы туралы болады. Сіздерге оңай әрі қызықты болады деп сенемін. Өткен видеода қаражатты қажет ететін компаниялар мен ақшасын ұлғайтқысы келетін адамдардың, яғни инвесторлардың бар екендігін айтқан болатынмын. Егер әлі көрмеген болсаңыздар, осы видеоның астына сілтеме қалдырдым. Алдымен сол видеоны қарап, кейін осы видеоға келсеңіздер түсініктірек болады. Биржа инвестор мен бағалы қағаз шығаратын компанияның кездесетін орны екені белгілі. Яғни, компания биржаға өзінің бағалы қағаздарын орналастырады, ал халық сол жерден оларды сатып ала алады. Бұндай қор биржалары әрбір елде бар. Мысалы, Қазақстанда Қазақстан қор биржасы, ақш-та NASDAQ және Нью-Йорк қор биржалары бар. Сонымен қатар, Ресейде Мәскеу қор биржасы, Британияда Лондон қор биржасы, Жапонияда Токио қор биржасы бар. Әрбір елдің өз биржасы бар. Яғни кез келген адам, кез келген ел азаматы осы биржалардан бағалы қағаз сатып ала алады. Алайда, адамдардың тікелей биржаға кіріп, бағалы қағаздарды өз еркімен сатып ала алмайтындығын айта кету керек. Осы үшін бізге брокер қажет болып табылады. Брокер бізге бағалы қағаздарды биржадан сатып алуға көмектеседі. Биржаны қазақ тілінде көбінесе қор нарығы деп те атайды. Сонымен, брокер біздегі бар ақшаға кез келген компанияның бағалы қағазын сатып алып беруге көмектеседі. Әрине, барлығы сіздің келісіміңізбен жүзеге асатын болады. Қазіргі таңда брокерлік қызметті ұсынатын көптеген компаниялар бар. Қазақстанда танымалдары Freedom Finance және Халық Инвест. Бұдан бөлек шет елдік танымал брокерлер де бар. Олар арқылы да бағалы қағазды сатып алуға болады. Мысалы, американдық Robinhood, Interactive Brokers компаниялары, ал Ресейде Tinkoff және бұдан да басқа брокерлік компаниялар бар. Кез келген брокерлік компаниядан шот ашып, бағалы қағаздарды сатып ала берсеңіз болады. Оны алу үшін өз брокеріңізге қоңырау шалсаңыз, немесе сол компанияның арнайы қолтаңбасына кіріп, сатуға немесе сатып алуға бұйрық берсеңіз болды. Қызмет қолма-қол түрде жүзеге асады. Сонымен, брокердің кім екендігін қорытындылай кетейік. Брокер клиенттің қаражатына оның келісімімен бағалы қағазды сататын және сатып алатын қор нарығының қатысушысы болып табылады. Көптеген жағдайда адамдар, егер брокер компания дефолт болса, яғни банкрот болса, біздің ақшамыз күйіп кетеді ме деп қорқады. Және осы сұрақ инвестициялауды бастағысы келетін адамдарды жиі мазалайды. Ол жайлы уайымдаудың қажеті жоқ. Себебі, сіздің сатып алынған бағалы қағаздарыңыз сақтандырылған. Яғни, брокер сатып алуға көмектеседі, ал алынған бағалы қағаз сіздікі. Алынған бағалы қағаз туралы ақпарат брокерде сақталады, және ол ақпарат депозитарийде де көрсетіледі. Егер бір жағдай туындап, сіздің брокер компанияңыз банкрот болып жатса, уайымдамаңыз. Сіз басқа брокерлік компаниядан шот ашып, барлық бағалы қағаздарыңызды өзіңіздің сондағы жаңа шотыңызға көшіріп ала аласыз. Оның ешқандай да қиындығы жоқ. Назарларыңызға рахмет. Видео ұнаса лайк басып, келесі видеоларды жіберіп алмас үшін тіркеліп қоюларыңызды сұраймын.